Өткен не болашақтан азап шегу мүмкін емес, өйткені олар шын мәнінде жоқ. Сенің шегіп жүрген азабың тек жадың мен қиялыңның жемісі. Сәлем достар. Бастамас бұрын арнаға жазыл, лайк бас, пікір қалды. Бұл арнаның дамуына үлкен үлес қосады. Ал енді кеттік. Алдымен бірінші бөлімді қысқаша еске салайық, егер оны әлі көрмесеңдер, алдымен қарап шыққан дұрыс, сілтемесі төменде болады. Енді сен өз санаңның тұтқынынан босай аласың. Сол тоқтаусыз ой ағымынан, мазасыздықтан, үрей мен күйзелістен арылып, тыныштықта өмір сүре аласың. Бұған ойыңмен бірдей болмау, дәл осы сәтте өмір сүру және болғанды қабылдау арқылы жетуге болады. Бірінші сабақ, сен өз ойың емесің. Сен санаңдағы ойларды бақылайтын бақылаушысың. Екінші сабақ, қазіргі сәт бізде бар жалғыз нәрсе. Өткен мен болашақты ойлап, басыңның ішінде адасып жүрудің орнына дәл осы сәтке назар аудар. Қазірге көңіл бөлген сайын, ойың мен мазасыздығыңның дауысы бәсеңдей. Үшінші сабақ, болғанды қабылдау. Бұл қазіргі сәтке берілу деген сөз. Өзіңді, өз ойыңды, басқаларды сынауды доғар. Өмірдің ағысына қарсы шықпай, оны қабылдаған сәтте ғана нағыз еркіндік келеді. Енді кітаптағы тағы бір маңызды тақырыптарға тоқталайық: эго, эмоциялар және ішкі дене туралы. Эгодан бастайық. Біз өз санамызбен тым теңесіп кеткендіктен, өз менімізді сол арқылы анықтаймыз. Өскен сайын адам өзін кімін деп елестететін ішкі бейне қалыптастырады. Ол жеке және мәдени қалыптасулардың жиынтығы. Міне осы елестетілген тұлғаны біз эго деп атаймыз. Эго бұл ойдың белсенділігі. Ол тек үздіксіз ойлау арқылы ғана өмір сүре алады. Эго тек өткен мен болашаққа алаңдайды. Бірінші видеода айтылғандай, ол өткенді тірі ұстап тұруды қалайды, өйткені өткенсіз сен кімсің? Эго сенің өзің туралы әңгімеңді айтып, сол өткен бейнені қазіргі сәтке проекциялайды. Ол өткенге қарайды, содан соң өзін болашаққа бағыттайды. Ал қазіргі сәт оған маңызды емес. Ол оны тек мақсатқа жетудің құралы деп көреді. Ол былай дейді: бір күні мен мынаны алсам, немесе анаған қол жеткізсем, бақытты боламын. Бірақ бұл қате түсінік. Эго әрқашан болашақтағы қанағатты іздеп, өзін тірі ұстауға тырысады. Алайда шын азаттықтың кілті осы қазіргі сәтте. Ал сен ойыңмен, ақылыңмен толықтай теңестірілгенше, сол сәтті шынайы сезіне алмайсың. Эгомен теңесудің көзі меншігің, әлеуметтік мәртебең, жұмысың, сыртқы келбетің, білімің, қарым-қатынастар, өткен тарихың, сенімдерің және тағы басқалар. Бірақ бұлардың ешқайсысы нақты сен емессің. Бұл ой сені қорқытама. Жеке өзім, керісінше, бұл ой маған үлкен жеңілдік әкелді. Өйткені бұлардың бәрі ерте ме, кеш пе жоғалады. Сондықтан оларға кез келген сәтте қош айталуға дайын болуың керек. Эдхард Толленың тамаша сөзі бар: эго бұл бақылаусыз қалған ақыл, егер сен қадағалаушы сана күйінде болмасаң, ол сенің өміріңді басқарады. Эго өзін қорқынышты әлемдегі бөлек бір бөлшек ретінде көреді. Ешкіммен шынайы байланысы жоқ, айналасы өз сияқты эголармен қоршалған. Ол оларды не қауіп ретінде қабылдайды, не өз пайдасы үшін пайдаланғысы келеді. Эгоның негізгі мінез құлық үлгілері оның терең қорқынышы мен жетіспеушілік сезімінен туындайды. Қарсылық, бақылау, билік, ашкөздік, қорғану және шабуыл. Эгоның кейбір тәсілдері өте айлакер, бірақ олардың ешқайсысы оның түпкі мәселесін шеше алмайды. Себебі мәселенің өзі эгоның өзінде. Эмоцияларың жайлы ойлама, оларды бақыла. Сезімді толық сезін. Оның бар екенін мойында және қабылда. Қандай эмоция болса да оны сезіну керек, содан кейін босатасың. Оған жабысып қалудың қажеті жоқ. Ішке тығып ұстаудың да қажеті жоқ. Сезде, содан кейін өтіп кет. Эмоциялар теңіздегі өткінші толқындар секілді. Сенің болмысың теңіздің өзі. Сен теңізсің. Әрине, сен сол толқынсың да. Бірақ өз шынайы табиғатын теңіз ретінде таныған толқынсың. Теңіздің тереңдігі мен кеңдігімен салыстырғанда, сол ұсақ толқындар мен шайқалулар әлемі онша маңызды емес. Кешіру бұл өмірге қарсылық көрсетпеу. Өмірдің сен арқылы еркін ағуына мүмкіндік беру. Ал қарсыласу азап пен күйзеліс. Өмір энергиясының шектелуі. Тіпті кей жағдайда дене аурулары. Енді соңғы сабақ ішкі дене жайлы. Сенің сыртқы болмысыңның ар жағында. Санамен сипаттауға келмейтін, ұшан теңіз, қасиетті нәрсемен байланыс бар. Тілдің шегі, біз бұл терең ұғымдарды дәл жеткізе алмаймыз. Біздің денеміз ескіреді, әлсірейді, жоғалады. Бұл өткінші қалып, сен емессің. Денең тек сыртқы қабық. Экхарт Толле айтқандай, ол терең шындықтың бұрмаланған бейнесі. Бірақ дене болмыс әлеміне апаратын қақпа бола алады. Сондықтан өзіңнің көрінбейтін ішкі денеңді сезуге уақыт бөл.
Оны іштен сезін. Назарды ойлардан алып, денеңнің ішкі кеңістігіне бұр. Егер ішкі дене дегенде не айтқым келгенін түсінбей тұрсаң, қазір байқап көр. Көзіңді жұмда, назарыңды алақаныңа бағытта. Қолыңның ішінде бір энергияны сезесің бе? Сол сезімді табаннан, аяқтан, қолдардан ізде. Ішіңде әлде бір тірі діріл бардай, иә. Сол сезімді зертте, терең сезін. Өзгеріс дене арқылы жүреді, одан қашу арқылы емес. Денеңді теріске шығарма. Ішкі дене мәңгілік. Физикалық дене ескіреді, бірақ ішіңдегі энергия. Сен 20 жаста да, 80 жаста да бірдей күйде қалады. Күні бойы ішкі денеңді сезінуге тырыс. Бұл байланыс әр сәтте ашық тұрсын. Назарды денеңде ұстаған сәтте. Сен қазіргі сәтте берік орнығасың. Сол кезде ақылдың бақылаушысы болу әлдеқайда оңай. Сыртта не болып жатса да, ештеңе сені шайқалта алмайды. Қиындықтар туғанда, назарды барынша денеңнің ішкі энергиясына аудар. Оны сол сәтте жаса. Кішкентай кідірісте саналы емес реакцияның пайда болуына мүмкіндік береді. Назарды ішке бұрып, ішкі денені сезінгенде, сен бірден тынышталып, қазіргі сәтке ораласың. Егер жауап керек болса, ол тереңнен, сол болмыстың деңгейінен келеді. Болмыстағы ақыл ойдан әлдеқайда даналырақ. Өз жағдайыңды өзгертіп үйрен. Ақылдың тұтқынында емес, денеңде және қазіргі сәтте бол. Өміріңде жүргенде, назардың барлығын сыртқы әлеммен ойға берме. Бір бөлігін өзіңнің ішкі әлеміңде ұста. Тағы екі қысқаша ой. Біз бір тұтаспыз. Біз сезінетін қорқынышпен толық еместік. Өзіміздің тұтастықтың бөлігі екенімізді ұмытып кеткендіктен. Ақыл осыны түрлі жолмен жасыруға тырысады. Бірақ ол ешқашан шешім бола алмайды. Өйткені ол мәселенің өзі. Ақыл мен эгоға тәуелді болуды доғармайынша, еркіндікке жету мүмкін емес. Мен және басқалар деген ұғым түгелдей иллюзия. Нағыз саналы қарым-қатынас үшін алдымен өзіңді бағалауды тоқтат. Кейін серігіңді бағалауды да қой. Оны дәл қазір қандай болса, сол қалпында қабылда. Бұл қиын, иә, бірақ дәл сол жерде рухани өсу басталады. Қарым-қатынаста дау туындаса, оны мүмкіндік ретінде қабылда. Қашпа, мойында. Егер ашулансаң, жай ғана менде ашу бар деп біл. Осы білудің өзі бейсаналық мінезді жарыққа шығарады. Ал жарықта ол ұзақ тұра алмайды. Серігіңнің бейсаналық әрекетін байқасаң, оған сүйіспеншілікпен қара. Сонда сен реакция бермейсің. Егер реакция білдірсең, өзіңде бейсаналық күйге түсе бастайсың. Бірақ өз реакцияңды байқасаң, бәрі жоғалған жоқ. Маңыздысы сенің санаң. Серігің өзгермесе де, сана әлемге сен арқылы келеді. Серігің бейсаналық күйде болса, ешқандай баға берме. Сен бақылаушы бол, сыншы емес. Бұл басқа адамға өз қалпында болуға мүмкіндік береді. Біз ешкімді өзгерте алмаймыз, бірақ өзгеріс болатындай кеңістік жасай аламыз. Серігіңді ашық, қорғансыз тыңда. Қазір бол. Оған өз сезімдерін білдіруге мүмкіндік бер. Баға бермей, қарсылықсыз тыңдасаң, сол сәттің ауыртпалығы өздігінен жеңілдейді. Сана соны өзгертеді. Эмоциямен күреспе. Оны тек байқа. Ол бар екенін мойында. Баға берме. Сол арқылы сенде білудің кеңістігі пайда болады. Сол кезде эмоция сені басқармайды, сен бақылаушыға айналасың. Қай эмоцияға назар аударсаң да, ол тез басылады және түрленеді. Серігіңмен дауласқанда өзіңнің қалай қорғануға тырысатыныңды байқап көр. Пікіріңе, көзқарасыңа қалай жабысып қалатыныңды көр. Мұны жиі істесең, бір сәтте таңдау бар екенін түсінесің. Реакцияны таста, күшке таласатын драмаға кірме. Сананы ойдан бөліп алғанда ғана нағыз байланыс пайда болады. Бүгінге осы. Көргендеріңе рахмет. Ұнаса лайк бас, пікір қалдыр және жазылуды ұмытпа. Келесі видеода кездескенше.